Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін мен бала кезде еске түсіретін кошіктер жасайтын боламын. Ол үшін ыстық сүтке қантты салып ертіп аламыз. Ыстық сүтке сары майды саламыз. Егер сүтіңіз ыстық болмаса, сары майды ертіп барып салсаңыз болады. Сосын жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Артынан ұнды және қопсытқышты салып қамыр елейміз. Қамырымызды жайып, көршіктердің формасын жасап аламыз. Қамырдың қалыңдығы дәл осындай болуы тиіс. Барлық кошіктерді противеньге орналастырып, үстінен жұмыртқаның сары уызымен жағып шығамыз, және де осылай шанышқымен осындай суреттер жасауға болады. Мінекей достар, өзі оп-оңай жасалады, дәмі дәл дүкендегідей болып шығады.